Неге қазақтар байымайды? Бұл сұрақтың жауабын достар таптым. Дегенмен қаншама миллиардерлар YouTube каналдарда, Instagramдарда өзінің ақылын айтып, өзінің советтерін бөлісуде. Соның өзінде де қазақтар кредиттен кредитке, қарыздан қарызға кіре береді. Бұл жерде не істеу керек? Негізіне келетін болсақ, бүгін мен сендерге керемет инсайттар дайындап қойдым. Өте әдемі, өте эффективный, но тем не менее олар өте скучный. Поэтому бұл видеоны сендер соңына дейін қарасын деп мотивация ретінде бір ойын ойнатып жіберейік параллельно. Қысқасы, мен қазір осы видео барысында 4-5 кодовый сөз айтамын. Сол кодовый сөздерді сен комментарияға жазып шығасың, и потом бізден 10 000 теңге ұтып алатын мүмкіндігім бар. Әдіше, жаңағы қазақтардың байымайтын себептерін талқылайық. Сонымен бірінші себеп сразу бастайық да, бірінші себеп бізде бай достар. Установка бұл деген не? Біздің миымыз ол компьютер сияқты жұмыс жасайды. Қандай программалар енгізесің, сондай программалармен жұмыс жасайтын боласың. Негізіне келетін болсақ, біздің әдеттеріміз, ошибкаларымыз, ойлау қабілетіміз барлығы біздің ата-анамыздан, біздің окружениеден шыққан. Негізіне келетін болсақ, сені бала кезінде қоршаған окруженияның соңында шығарған продуктісі, ол қазіргі таңдағы сен. Сенің қаржы сауатың, ақшамен жұмыс жасау, эмоциональный поступктарың, ырымдарың да, соның барлығы негізінде сол кісілерден келген болатын. Егер де олар саған көмектеспесе, міндетті түрде разборка жасап, сол установканы құтылу керек. Оны қалай жасайсың? Ең бірінші қадам, А қадамы. Өз-өзіңмен честный бол. Өз-өзіңмен честный болу керексің. Өзіңде мойында қателіктеріңді, минустарың болса, өзіңе айт, дәптерге жаз. Екінші қадам медитация. То есть медитацияның арқасында біз ойланып, өз-өзіміздің қопарып, бұл установкаларды тауып аламыз да, удалить етіп, жаңадан новый программаны енгіземіз. Енді, бірінші кодовый слово, если что, болады, менің жазу отыр досым. Бірінші кодовый слово кетті, бұл жерде сен 10 000 теңге ұтып аласың, если что. Біздің екінші қадам, почему-то көп қазақтар кінәні елден іздейді. То есть өзі кінәлі емес, өзі молодец, өзі жақсы, самый умный, самый красивый. Но бірдеңке болмай қалса, міндетті түрде біреуі кінәлі болу керек. Возможно, ол да біздің бала кезімізде қалыптасқан әдет. Скорее всего, біздің окружениеден адамдар көп болды сондай елден проблеманы іздейтін. И ол да бізге сіңіп кеткенде біз де сондай болып кеттік. Если сен постоянно кінәні біреуден іздей беретін болсаң, ешқашан өспейсің. Бізде обучение сатып алады балалар. Мен байқаймын психологиялық тұрғыда. Кейбір адамдар түкті түсінбесе до конца барып, қопарып, интернеттің қосымша ақпарат іздеп, каким-то образом кровь из носа результатқа жетіп, өзінің алғашқы 2000-3000 доллар табыстарын жасап жатады. Ал біреулері болса, бір аптаның ішінде олар ештеңені үйреніп түсіне алмаса, болды, мен кінәлімін. Немесе басқа бір эксперт кінәлі. Лишь бы кто-то виноват, но не он сам. К сожалению, бұндай адамдардың ошибкасы именно осыда, оларға осымен жұмыс жасап, өз-өздеріне ретке келтіру керек. Егер де сен трейдингте ешқандай дәрежеге жете алмасаң, это означает то, что сен ешқай жерде дәрежеге жете алмайсың. Давай бір ашық шындықты айтайық. Егер де адам кез келген салада жетістікке жете алмаса, точнее, бір саланы таңдап жетістікке жете алмаса, ол ешқандай салада жетістікке жете алмайды. Сен боксер бола алмайсың, сен президент бола алмайсың, сен бастық бола алмайсың, сен трейдер бола алмайсың, сен бизнесмен, сен предприниматель бола алмайсың. Сен даже бір жерге компания жұмысқа кірсең, карьераңды қуалап шығара алмайсың, потому что сен тез сдаешься, быстро сдаешься. Қысқасы, слабак болма. Бұл екінші қадам. Кінәні елден іздеме и слабак болма. Екінші кодовый слово өзіме. Ал біздің үшінші себеп неге қазақтар кедей, да? Бұл по идее заголовок, негізінен бәрі келетін болсақ, в целом вообще доступный знания ғой. Өзін өзі алдау. Үшінші қадам, әсіресе кредитке келген кезде адамдар өз-өздерін жаман алдайды. Мен білем, туыстарым бар, который вот 300 000 теңге кредит алып тұр. Неге алдың десең, менің дочкам бірінші классқа түсті ғой, ұят қой адамдардың той жасамасам дейді. По идее келетін болсақ, түбінде ол адам именно 300 000 теңгені ұстағысы келіп тұр. 300 000 теңге ақшаны еңбекпен, біліммен, махинациялармен тапқанның орнында тез арада өзінің эмоциональный потребностьті орындау үшін ол адам 300 000 теңге кредит алып отыр. Ал жаңағы бірінші классқа оқуға түскен дочканың тойы это просто оправдание. По идее келетін болсақ, Қазақстанда кредит өте ерекше дамыған проблема. Бұл по-своему азартный ойындарға кіріп бара жатқан сияқты. Кейбір адамдар кредиттен зависим болады деген, бірден кредит алмаса тыныш жүре алмайды. И осының барлығы как раз таки тура сол жерге келеді. Но, досым, егер де сен кредит алатын болсаң, ұмытпа, ол алынған зат саған
табыс келу керек. Мысалы үшін мобилографтар, камера немесе iPhone 15 сатып алуға болады оларға. Неге? Потому что iPhone 15-ің ай сайынғы төлемі 30 мың теңге болса, оларға 1-2 видео түсіру керек, чтобы на тұрған 30 мың теңгені ала салу үшін. Да, то есть кез келген салада солай. Если сен трейдер боламын деп, мысалы үшін курс сатып алсаң, если что, я не пихаю, не рекламирую, просто говорю как есть. Кез келген обучениені сатып алған кезде, немеге кредитке, то ол обучение міндетті түрде сенің ай сайынғы төлейтін ақшаңды, допустим, 30 мың теңге, 50 мың теңгені ол жауып отыру керек, пока сен опыт жинап, керемет табысқа шығып кетпегенше дейін. Если сен любой бір курс сатып алып, бір айдың ішінде оны жауып тастаймын деген ойың болса, қателесесің, кез келген обучениеден алғаннан кейін бір айдың ішінде кредит жауып тастау мүмкін емес. Тем не менее, это инвестиция, это нормально ай сайын төлеп отырған, онда тұрған ештеңе жоқ. Үшінші кодовое слово болады, достар, айтар. Айтар. Это у нас третье кодовое слово. 10 мың теңге ұтып алу үшін. Ал төртінші себеп неге біздің қазақтар кедей, в том числе мен тоже, да, любой адам кедейміз ғой, пайда біз счетымызда $1 миллион жоқ. Үлкен ақшадан қорқу. Вот кім қалай түсінеді, маған қызық, өз ойларында немеге жазып кетіңдерші. Үлкен ақшадан адамдар реально қорқады екен. Мен өзім де касса кезінде қорықтым. Білесіңдер ме, мен 21 жасымда Грузия мемлекетіне СМА маманов жұмыс жасаған кезде, мен айына 700-800 мың теңге тауып отырдым. Прикиньте, для того времени я был просто красавчиком. Үйіме, шешеме, әке шешеме ақша жер отырдым. Но 1 миллион теңге мысалы үшін бір айда тапсам, тура сол ақшаны бір айдың ішінде жаратып шығамын. Неге мен ол ақшаны ұстай алмаймын? Неге ол ақшаның үстінен мен тағы да ақша жасай алмадым? Потому что үлкен ақшадан қорықтым. Бұл менің ошибкам болды. Қазіргі таңда солай. Мен қанша байқаймын туыстарымнан, каким-то образом бір темкалардан, анау темалардан ақша шығып қалса, олар жаратуды ойлап тұрады. Өткен жолы менің ағама қолына 3,5 миллион теңге түсті. Бір тендерді ма, бірдеңкені шығарып алды. Ол ұстай алмайды ақшаны, білмейді, қайда жұмыс жасаса болады, не істесе болады. Білесіңдер ме не істеді? Мамасына iPhone алып берді, папасына Prior алып берді. Просто ақшаны жарата салды. Әке шешеме деген оның бір эмоциональный бір какой-то ішіндегі бір нәрсесі, әке шешеме бірдеңке алып беруім керек, мен долженмын деген. На самом деле сенің әке шешеңе сенің тек бақытың керек. Оларға сенің көлік алып бергенің, пәтер алып бергенің вообще керек емес. Дені сау болса болды, олар соны ойлайды именно. Вот, үлкен ақшамен қорыққан кезде адамдар өзін емес, в первую очередь өзінің туыстарын ойлап тұрады. Шіркін $1 миллион тауып, ана тетяма квартира алып берсем, мына дядям машина алып берсем, бұның барлығы сенің ақшадан қорқасың деген сөз. Байқадыңдар ма, бай адамдар жадный болады. Вот поэтому жадный болған кезде олар үлкен ақшаны қорқпайды, соның арқасында. Достар, біздің соңғы кодовое слово ақылым плюс жалғасын міндетті түрде комментарий жазып көресіңдер. В итоге менің өзіме айтар ақылым и потом қандай ақыл айтатын едің. Общий ойын жазып кетесің, ең әдемі ойларға біз плюс бонусын 5 мың теңге счеттарын лақтырып жібереміз. Вот, обычно болады ғой ситуациялар, когда сен достарыңа ақыл айтасың. Саған бит жасау керек, саған аны жасау керек. На самом деле, оказывается, ол ақылды біз өзімізге айтып тұр екенбіз. Просто өзімізге айтуға немного такой вот эгоизм емес, қалай айтады, гордость не позволяет. Так что, достар, гордый болудың керегі жоқ, өз-өздеріңді алдамаңдар. Сонымен, бонус түсінікті, 10 мың теңге ұтып алған адамға бұл ақша көбірек ақша келсін, а кімде идеясы, мыслі әдемі шығады, оған просто 5 мың теңге плюс бере саламыз. Соңғы себеп неге қазақтар бай емес, хотят все и сразу. Достар, бұл жерде мен сендерге бір қазір керемет схема көрсеткім келіп тұр. Сендерге шын мәнінде бір жылдың ішінде керемет ақша келетін, пәтер ал келетін әрекеттер. Но ключевое слово мында бір жыл жертвовать етуге сен дайынсың ба? Если ты не готов пожертвовать бір жыл, если ты хочешь все и сразу, онда өмір бақи күтесің. 5 жыл өтеді, 10 жыл өтеді, и сен бір күн артыңа қарайсың, шоке боласың. Блин, что я все это время делаю? Все это время ты хотел все и сразу. Просто все и сразу болмаған, и сен күтіп жүре бергесің. Поэтому қазірден бастап аз қадамнан болсын әрекеттер жасай бер. Олардың жемесін сен любом случае көресің. Қазір мына туралы сендерге толық айтып кетемін. Осы қазақтар жалқау дейді ғой, білесің ба? Келіспеймін, қазақтар жалқау емес, қазақтар қорқақ. Достар, біз жалқау емеспіз, біз просто қорқамыз. Өздерің ойлаңдар. Бізде қазір тест-драйв дейтін телеграм-канал пайда болды. Если что, ссылкасы осы видеоның астында. Осы тест-драйв дейтін телеграм-каналда біз Қазақстанда номер 1 компания болуымыз келген үшін дәлел ретінде керемет пайдалы ақпараттар беруге тырысамыз. Біріншіден, біз береміз видео сабақтар, мысалы үшін видео уроки айтқан кезде. Ол видео сабақтарды қарап, сендер қалай криптовалютаны сатып алып сату, форексте сделка ашу жабу, соның барлығын тегін түрде береміз. Екіншіден, біз Zoom тегін опять-таки өткіземіз, көрсетіп түсіндіру үшін да. Үшіншіден, біз проб компания туралы ақпараттар береміз. Проб компания дегеніміз трейдерларға беретін инвестиция. Олар сендерге $25 мың инвестиция бере алады. Бұл ақшаны шешіп алуға болмайды, но үстінен
тапқан табысың 80% сенікі. То есть получается 25 мың доллардан, егер де сен вдруг қазір 3 мың доллар жасайтын болсаң, осы 3 мың доллардың 80% сенікі, 20% на проб компаниянікі. Получается 2600 доллар ай сайын стабильно сен тауып отыра аласың осы проб компанияның арқасында. То есть бұның инструкциясын, экзаменін қалай өту керек, оның түгелін біз тегін береміз. Но білесіңдер ме, неге адамдардың көбісі бұл ақпаратпен қолданбайды? Не потому что жалқау, а потому что қорқады. Вдруг не получится. Вот это самая главная ошибка біздің қазақтарда. Болмай қалса ше деп. Мен білесіңдер ме, 17 жасынан бастап бизнеске қызыққан адамын. Мен андай бір банкісе карталар болды, былай бүктесем пышақ-пышқа келетін. Сондайларды сатып алып сатумен айналысқам, наушниктермен айналысқам. То есть көптеген темалар кіріп шығып жүретін. Но достарымның 99%, а что если не получится дейтін сұрақ қойдым. Я говорю, кеттік, анандай бір тема шығып тұр, бар айтты істейік. Болмай қалса ше. Осын жасақ, болмай қалса ше. То есть мен трейдермін, қазір таңда біздің компанияның обороты уже 500 мың долларға келді, криптовалюта арқылы керемет ақша таптық. Соның өзінде де жаныма адамдар келіп, брат, совет айтшы, қандай монета алуға болады дейді. Это такое. Ну, біздің команда қазір атомды қарастырып отыр. Үшінші поколение блокчейні болашағы мощный. Ну, 1-2 жылдың ішінде сен ақшаңды точно көбейтпей алады. А көбейтпесе ше дейді. То есть біз всегда проигрышты ойлап тұрамыз. Сен бастамай жатып, уже ұтылып қалдың. Если өзіңе, а что если дейтін сөздер айтатын болсаң. Просто пофиг, просто возьми, осы астындағы сілтеме арқылы тест-драйвқа тіркел. Мынаның барлығын бізден ал, ол жерде чат бар, басқа адамдармен сөйлесе аласың. Просто қорықпай әрекет ете бер, ештеңке шықпаса шықпай ақ қойсын. Сене бұл үшін мен ақша алып отырған жоқпын. Просто попробуй, елки-палки. И ешқашанда болмай қалса ше деген нәрсені өзің айтып шығуыма. Бұл сөз сен бастамай жатып ұтылып қалғаныңды білдіреді. Все, всем удачи, канал лайк, подписка, колокольчикті басып қойыңдар.